Сәлем достар, осы уақытқа дейін мына әлемдегі мағынасы бар деген сұрақтарға ғылыми тұрғыда жауап беруге тырысып келдік. Онсыз да өздеріңіз білетіндей, бұл сұрақтарға кешеге дейін басқаша жауап, басқа көзқараспен сеніп келген едік. Әр заманда адамдар құдайларға, әулиелерге және періштелерге сыйынып табып келді. Неше түрлі жүйелер мен институттар түрін ойлап тапты. Бірақ бәрібір ашаршылық, жұқпалы аурулар мен зорлық-зомбылықты тоқтата алған жоқ. Осыдан келіп, ойшылдар мен пайғамбарлар шығып, аштық, індет, соғыс Құдайдың қалауымен болып жатыр. Оны тек ақыр заман құтқарады деп бізді сендіріп келді. Бірақ соңғы бірнеше 10 жылдық ішінде біз аштық, індет, соғысты ғылым мен білімнің арқасында тоқтаттық. Жеңе алмайтындай көрінген осы құбылыстар бүгінде жеңуге болатын қиындықтарға айналды. Енді құтқаруды сұрап, құдайларға немесе әулиелерге жалбарынудың қажеті жоқ. Сәтсіздіктер болмайды емес, болып тұрады. Бірақ ондай сәтте енді қайтеміз, немесе бәрі Құдайдың қолында деп қол қусырып отырмаймыз. Бәрі өзіміздің қолымызда екенін білеміз. Бүгінде аштық, індет және соғыс шықса, біреуден оқулық шыққан білеміз. Бүгінде адамдар көбіне инфекциялық аурудан емес, кәріліктен қайтыс болып жатыр. Әскерилер, террористер мен қылмыскерлер қолынан өлгендер санынан өзіне қол жұмсап өлгендер саны көп. Бүгінде жер бетін 7 миллиардтан аса адам мекендейді. Олардың бәрін бір жерге жинап, таразыға тартсаң, барлығының салмағы 300 миллион тоннадан асады. Қазір 1,5 миллиард сиырға 80 жирафтан, 400 миллион итке 200 мың қасқырдан келеді. Ал миллиардтаған адам баласына 250 мың шимпанзеден келеді. Адамзат шынында да ғаламшарды басып алды. 65 миллион жыл бұрын астероид динозаврларды қырып тастағанымен орнына сүтқоректілер келді. Қазіргі кезде адам көптеген түрде жойып жатыр. Әзірше адамдар өте жақсы балалап көбейіп келеді. Ғылым мен білімнің арқасында адамдар дербес тұлғаға айнала бастады. Ата-аналарынан рұқсат сұрамай-ақ қалаған жанға үйленуге болады. Қауым ақсақалдары айтқан нәрсемен емес, өздерінің жүрек қалауларын ұнаған шаруа істеуге болады. Қазір кезде еркектер ғана емес, әйелдер мен балалар да жеке тұлға. Тарихтың біраз бөлігінде әйел отбасының немесе қауымның меншігі болды. Осының барлығы ғылымның күшінің арқасында. Ғылым мен білімнің арқасында бүгінде әйелді дербес тұлға деп бағалайды. Әйелдің банкте есепшот ашып, өзіне күйеу таңдауға, тіпті ажырасуға немесе мүлдем некелеспеуге еркі бар. Адамда әрқашан осындай болады, әрқашан осылай бола береді деген статус соңғы 200 жыл ішінде жоғалып кетті. Оған 1789 жылғы француз революциясы, 1848 жылғы либералдық, 1917 жылғы орыс революциясы куә. Қазір жыл сайын революция. Ғылым мен білімнің арқасында адамзат тыныш өмір сүріп жатыр. Адамдардың көбі қазіргі бейбіт уақытты бағаламайды. Ешқайсымыз 1000 жыл бұрын ахуалды көрген жоқпыз. Сол кезде дүниенің қаншалықты қауіпті болуын ұмытып кеттік. Сондықтан да соғыс атаулыға елең ете қаламыз. Қазір әлемде адамдардың басым бөлігі түнде келіп дұшпан жасақтары шетінен қырып тастап кетеді деп қорықпастан алаңсыз ұйықтайды. Қазір мұғалімдер оқушыларды аса таяқпен ұрмайды. Қазір ата-аналар қарыздар үшін балаларын құлдыққа сатпайды. Әйелдері күйеулерін сабап үйге қамай алмайды, себебі заң бар. Айналаңызға мән беріп қараңыздаршы. Адамдар Құдайдан қорыққаннан емес, заңнан қорыққаннан қылмысқа бармайды. Ақиқатқа тікеу қарау керек. Сол діннің кесірінен қаншама миллиондаған адам жер жастанған. Жай ғана бірінің дінін мойындату, болмаса бір-бірінің Құдайын мойындату үшін ғана миллиондаған адамдар жазықсыз өліп кетті. Әлі де солай жалғасып келетіндер бар. Қазіргі әлемдегі тыныштықты адамзат өз қолымен, ғылым мен білімнің арқасында орнатты. Адамдар өзінің бүкіл жетістіктері мен күш-жігеріне қарамастан биология белгілеп берген шеңберден шығып кете алмайды деп келді. 21 ғасырдан бастап адамдар биологиядан шыға бастады. Тірі организмдердің барлығы 4 миллиард табиғи сұрыптаудан өтті. Ешқайсысы біреудің қалауымен жаралып, немесе біреудің қалауымен жоғалып кеткен жоқ. Мысалы, жираф біреудің қалауымен ұзын мойын болған жоқ. Ежелгі жирафтармен бәсекелестіктің арқасында ұзын мойынға ие болған. Ұзын мойын ағаштың басындағы жапырақтың жеуіне мүмкіндік береді. Қане мойын созайық деп ешкім айтқан жоқ. Ешкімнің құдіретті күштің көмегінсіз саналы адамдар табиғатта белгісіз болған тауық деген түрді ойлап қалыптастырды. Әлем бойынша ғалымдар зертханаларда тірі нәрселерді қолдан жасап жатыр. Осыдан 70 мың жыл бұрын адамдар Африканың бір бұрышында күн кешіп жүрген жануар еді. Бүгінде адамзат ғылым мен білімнің арқасында ғаламшардың
әміршісіне айналып отыр. Достарым, сонымен ең маңызды сәтке де келіп жеттік. Осы каналымыздың аты неге жетінші эгоист деп қойылған сұрақтар көбейіп кетті, не үшін қойылды деген ашып беретін уақыт келген сияқты. Алдымен бұл каналды ашып бастауымның себебі өзім өмір сүріп жатқан қоғамның насихатталып, әлде бір тылсымдарға сеніп, немесе қандай да бір жағдайларды, қандай да бір өзіндік қиялымен шешіп жатқанын көргеннен пайда болды. Ал қиял ертегіге немесе тылсымға сену ол білімсіздіктің белгісі. Біз жастарымыздың білім ғылым іздемей, қоғамда болып жатқан сұрақтарға жауапты тағы да сол діннен іздеп, немесе ескірген дәстүрден іздеп қателесіп жүрген содан туды. Қазір әлем жыл сайын емес, күн сайын емес, сағат сайын өзгеріс үстінде. Ал оларды қуып жету үшін басы бүтін ғылымды таңдауымыз керек. Әйтпесе артта қалғанымыз қалған. Айналаңызға мұқият қараңызшы, кез келген сұрақ туындаса, қандай да бір тылсым қуып кетіп жатқан жастарды көресіз. Жауабын айтсаң, ата бабаңнан ақылды емессің деп атып шығады. Ата бабамызға түсіністікпен қарау керек. Ол заманда интернет болған жоқ, ол уақытта мәліметтер аз болды, ол уақытта ғылым дамыған жоқ. Сондықтан тылсыммен жауап беруге тура келді. Басқа амал болған жоқ. Ал бізге не жетіспейді? Қазір неге жастарымыз қайтадан кері кетіп бара жатыр? Неге жауаптарды ғылым қуып таппайды? Оны айтатын, ғылымға бағыт беретін аға буын да жоқ. Аға буынның өзі адасып, Арабтан 1000 шақты жыл бұрын санамызға сіңдіріп кеткен сандыраған әлі еліктеп жүр. Біз ешқашан дамымаймыз. Айналаңызға қараңыз. Біздің қоғам қуып жүрген әңгіме неден басталып, немен аяқталады? Кім не киіп жүр, кім не жеп жүр, кім не ішіп жүр, оның ұлты басқа, оның діні басқа, ол кәпір, ол харам, ол күнә. Оны жасауға болмайды, оны істеуге болмайды. Европаны, немесе Жапония, немесе Оңтүстік Кореяны айтсаң, не істеп, қандай жетістіктерге жеткен, немесе бақытты елдер қатарына, санатына қосылған, олар адасқандар, олар осы өмірде бақытты болады деп айта салады. Біз ана өмірде бақытты боламыз дейді. Себебі олар дінсіздер дейді. Ал олар осы уақытқа дейін қаншама білім мен ғылыммен еңбек тер төгіп келген ешкім сезіп жатқан жоқ. Кез келген жетістікке жеткен елдің статистикасына қараңыз. Артында ғылым мен білім тұрады. Кез келген кері кеткен соғыс пен ашаршылық қаптаған елдің артында дін тұрады. Сенбесеңіздер, айналаңызға тағы бір рет қарап шығыңыз. Жақсы. Мен сонымен аталған эгоистердің мағынасын түсіндіріп беріп кетейін. 7 эгоист бар дедік, бірінші эгоисттен бастаймын. Бірінші эгоист дегеніміз кім? Ол тек өз қамын ойлайтын адам. Ол тек өзіне ғана блажение құятын адам. Ол тек өзінің ғана бақытты болса болды. Бірақ ол дұрыс емес дегенім емес. Әр адам тұлға, әр адам бақытты болуға лайықты. Екінші эгоист дегеніміз кім? Ол өзін және отбасын ғана ойлайтын адам. Ол адамға туысқан немесе айналасындағы адамдардың отбасы маңызды емес. Үшінші эгоист дегеніміз кім? Ол адам өзінің туысқандарын да ойлайтын адам және отбасын да маңызды, бірақ туысқандарынан көмегін аямайтын адам. Төртінші эгоист дегеніміз кім? Ол адам өзінің руын, жүзін ғана ойлайтын адам. Бастық болып бір жерде отырса, руластарын бірінші жұмысқа алатын адам. Руластарының той томалағына ғана баратын, руластарының батыр ақындарын ғана мақтан тұтатын, шежіресін жатқа білетін. Қысқасы, руындағы ата бабасын мақтауды ғана біліп, өз әлі ештеңе бітірмеген адам. Бесінші эгоист дегеніміз кім? Ол адам тек өз ұлтым деп өмір сүретін адам. Ұлтшыл адам. Өз ұлтынан басқа ұлттан биік қоятын адам. Басқа ұлтты өз ұлтынан төмен көретін адам. Өзге ұлттың дәстүрлерін теріске шығарып, олардың жүріс-тұрысына дейін жамандап отыратын адам. Ақиқат басқа ұлтта болып тұрса да, өзінің ұлтын ақтап шығарғысы келетін адам. Негізінде ұлтшылдық ең үлкен ауру. Себебі басқа ұлтты кемсіту әкеп соқтырады. Жек көрушілікке әкеп соқтырады. Алтыншы эгоист дегеніміз кім? Ол адам өз руында емес, өз ұлтында емес, өз дініндегі адамдарды бірінші орынға қоятын адам. Ол үшін сен ол адамның құдайына табынуың керек. Ол үшін сен сол адамның салттарымен, жөн жоралғыларымен жүруің керек, немесе сол оқып жүрген қасиетті кітаптарды оқуың керек. Ол үшін сен сол кірген храм, немесе мешіт, церковьқа кіруің керек, немесе ол сүйіп жүрген тасты сүюің керек. Жалпы мына әлемге сол адамның көзқарасымен қарауың керек. Әйтпесе адасқандардың тобында боласың. Не кәпір, не харам, не күнәһар саналасың. Ол адамдар тек өз дініндегі адамдармен ғана араласып, қолдауды өзінің адамдарына ғана береді. Бүгінгі күндегі ең қауіпті саналатын эгоист біріншіде емес, екіншіде емес, үшіншіде емес, төртіншіде емес, бесіншіде емес. Ең қауіпті эгоист алтыншы эгоист. Дәл бүгінгі күнде айналаңызға қараңыздаршы.
алтыншы эгоисттер жаңбырдан кейінгі саңырау олақтар сияқты қаптап бара жатыр. Және олар ешкімнің пікірімен санаспайды. Өзінікін ғана дұрыс санап, өзінікін ақиқат санайды. Оларды тоқтата алатын бір ғана жол бар. Ол ғылым мен білім. Мен жалған білімді айтып тұрған жоқпын. Себебі мен де сол діннің құрбаны болып кете жаздадым. Мен де сол тек бір ұлттың құрбаны болып кете жаздадым. Өз қоғамыма күмәндана қарап, ғылым мен білімді аздап болса да түсіне бастағанда, әлемге, мына адамзатқа басқа қырынан қарай бастадым. Қабырғаның ар жағында не тұрған көре алуға мүмкіндік болды. Жақсы, ең маңызды сәт жетінші эгоист. Кім? Ол адамзатты да, руына да, ұлтына да, дініне де, нәсіліне де бөлмейтін. Адамды қалай бар, солай қабылдайтын адам. Ол адамды жақсы не жаман деп бөлмейді. Себебі қателік адамның өзінен емес, ортасынан, яғни қоғамнан екен біледі. Ол адамзатты мәдениет құрастырып бергенде еркек, әйел деп бөлмейді. Екеуінің құқығы дәрежесі екі түрлі болмайтынын біледі. Әйел мен балаға тұлға ретінде қарайтын адам. Ол адамның санасында иерархия деген ұғым болмайды. Ол адам үшін жер бетінде адамзаттың барлығы бірдей, барлығы тең құқылы. Ол адамның ойынша әр адам жеке тұлға және әр адамның өзінің жеке ұстанымдары мен мына әлемге деген көзқарасы болу керек деп санайды. Ең бастысы жетінші эгоисттегі адам әлемде толып жатқан кез келген сұрақтарға ескіліктің салт дәстүрін немесе қандай да бір діннің айналасынан жауап іздемейді. Яғни қасиетті санап жүрген кітаптардан жауап іздемейді. Ол адам логикасы бар, тәжірибеден өткен ғылымнан ғана жауап іздейді. Қысқасы, жетінші эгоист деп мен барлығына толерантты қарайтын ғылыми көзқарастағы адам деп айтып жатырмын. Енді дамып жатқан елдерді алып қараңыз. Европа, Жапония, Оңтүстік Кореяны алайықшы. Не себепті дамып кетті? Себебі ескіліктің барлығын артта қалдырып, тек алға жүру үшін ғылымды ғана таңдады. Олар біреу не жеп жатқаны, біреудің не киіп жатқаны, біреудің әурет жерін талқылап жатқан жоқ. Оларда оған уақыт та жоқ. Көлікте солардікі, ракетада, ұялы телефонда солардікі, роботтарда, жаңа шығып жатқан жаңалықтардың барлығы солардікі. Енді сіздер мақтап жүрген араб түбегінде 12 елді алып қараңыз мысалға. Солардың біреуін айтыңызшы, қандай жаңалық ашқан? Бірде бір жаңалық жоқ. Тек қанды қырғын соғыстар, ашаршылық, жот, даму жоқ, тек кері кетіп бара жатыр. Олар әлі әйелдерге шектеу қоятын қандай заңдар ойлап тапсақ екен деп бас қатырып жатыр. Олар әлі біреудің әурет жерін талқылап жатыр. Олар әлі қайыр сұрайтын адамдардың санын көбейтіп жатыр. Себебі дін адамды тек кедей немесе тобыр етіп ұстау құралы ғана. Ал біздің қоғам қайда бара жатыр? Қыздарымыз тұмшаланып, ерлеріміз есімі белгісіз сахабаларды кумирін айналдырып, арабшалап сөйлегенді мақтаныш көріп, өздерінің алаяқтардың құрбаны болып отырған сезіп отырған жоқ. Бос уағызға халықты тойдырып жатыр. Халықты ақымақ етіп ұстап отыру үшін үш түр бар. Масс-медиа, церковь немесе бізде мешіт. Үшіншісі банк. Кім көп теледидар көрсе, кім көп мешітке барса, кім көп кредит алса, сол адам өзін құрбан деп санай берсін деген екен. Биыл бізде 6000 аса мешіт пайда болды дейді. Дамитын елде мешіттер мен церковьтар емес, лабораториялар мен обсерваториялар саны көбейеді. Дамитын елде сапасыз әншілер мен жаттанды қарилар немесе молдалар емес, ғалымдар мен инженерлер көбейеді. Енді айналаңызға сәл бақылап қараңызшы, біз қай бағытта кетіп бара жатырмыз? Бізде жастар кім болуды армандайды? Сирия, Ирак, Йемен, Ауғанстанға ма, немесе Жапония, Оңтүстік Корея, Европа бағытына кетіп бара жатырмыз ба? Арғы өмірді аңсайтындар адамдар саны артып келе жатыр ма, немесе осы өмірді көріп кеткісі келетін адамдар саны артып келе жатыр ма? Жауапты өздеріңіз табасыздар. Жетінші эгоисттік деңгейге көтерілу үшін ғылымды таңдау керек екен айтпай-ақ белгілі. Насихатты қойып, ақиқатын барынша айтуға тырыстым. Магияға сүйенбей, мәліметтер беруге тырыстым. Қоғамымызда стандартпен қалған жастардың санын азайтып, нестандартты ойлайтын жастардың санын көбейту үшін ғылым мен білімге күш салайық. Қош, сау болыңыздар.